Алматы облысы Ақши ауылында 10 жасар қызға айтуға ауыз бармайтын қиянат жасалды. Қаршадай қызды қасынан тастамайтын күйеу баласы оны үйінің әр бұрышында қорлапты. 2 жыл бойы зорлап келген қызды. Сол үйінің өзінде де сол момент тауып істеп отырған, сол машинада болған, жұмысына алдап алып кеткен, қолы жетпейтін жерлерді сыпырып тазалайды мына қол деп солай алып кеткен. Мамамды магазинге жіберетін еді, қасына есі бар баланы қосып дейді, сол кезде пайдаланады дейді. Жататын жеріне барады екен. Солардың бәрін айтып берді қызым. Алдына да артына да тиіскен. Мұндай сорақылықтан қыздың анасы бейхабар болдым деп шырпыр. Алайда 5 жыл отасқан күйеуімнің телефонынан түрлі порно роликтерді көзім шалды дейді. Бірақ Мадинаның көзін шел басқандай, ер азаматының ерсі қылықтарына аса мән бермепті. Телефон көрген кезде бір видео көрген екен. Порно сайттан с дочкой деген видеоны көріп жүрген екен. Сосын мен қорқып кеттім, қой, мен қызым мен емес шығар дедім да, әшейін көрген шығар дедім да, қоя салдым. Бір аптадан кейін сол жақты айтқаннан кейін уже күмән уже расталды да, шынымен, значит, асқар істеген болуы мүмкін деп. Ондай затты көрген болса, бір күн құшақтағанын көрдім, уже мен түсіне бастадым, уже жұмыс қалып кеткен кездері, уже магазинге апарып бірдеңе алып беремін деген кездер уже бәрі уже ойлана бастадым. Оған дейін арам нәрсе ойламадым. Қазір 5-ші сыныпта. 5-ші сынып оқушысы ғой. 5-ші сынып қазір. Жақсы. Осы жерге үнемі малға жем шөп салған кезде үнемі осы жерге кіргізіп, есіктерін жауып, мына жер бір нәрселермен жауып қойып, осы жерде зорлайды екен. Каждый мал қораға келген сайын. Жолдасым екеуі. Малға шөп салатын кезде именно мен емес, қызымды көбінесе алып кететін. Осы жерге тұрғызып қояды екен. Аяғын нағып отын мінгізіп, аяғын мына жер қолын ұстатқызып қояды. Зорлайды екен. Осы жерде бірнеше рет болған екен, көп болған екен осы жерде. Малға шөп салған сайын осы жерге әкеледі екен. Неге сіз қызды, кішкентай қызды, 10 жасар қыз малға қандай қатысы бар былай қарасаң? Неге айтпадыңыз? Қарсы шықсам ұратын оған. Ұрады? Иә, көп қысымен сонда үйде бір сиыр болған, 3-4 сиыр. Соған беріп айтты, мен шығам десе мен шығартпайтын. Өзім қызыммен тез беріп келем шөпті деп айтады. Сол кезде қызыңыздың қолын ұстап алып кетеді ғой? Иә. Қыз қарсы болмай ма? Үндемейді, өйден қорқады. Сабағым бар деп сылтауратпай ма? Жоқ, сылтау айтса болды, ұрсады оған. Сіз артынан аңдып барып көрмедіңіз ба? Не істеп жүрсіз? Логикалық сұрақтар туындаған жоқ ма деп өзіңіз күмәнданбадыңыз ба? Неліктен мен қызымды алып кетемін деп? Шөп салып келеді, сол кезде жылап келетін постоянно. Сіз сұрайсыз ба, неге жыладың? Неге жыладың деп едім. Сосын папа ғой деді. Папаң не істеді дедім. Ұрды ма дедім, не қылды ма деді. Я шымшырды деді, сосын жолдасым келді, сұрады, сен неге оған тиісесің деді. Қой, мен тиіскен жоқпын деп мойындамады. Сосын қызым шақыртып алдық. Беркел, сен неге өйтіп жала жабасың маған? Мен саған қашан тиістім деп. Айтады, қорқытады, сосын айтады, қызым саған тиісті ме? Точно айтшы дедім. Жоқ, тиіскен жоқ дейді, сосын үндемей қоя салады. Біздің досымыз осы жерде қызымды зорлаған, осы орындықта туалеттің есте, сосын осы жерге келіп тұрғызып тұрып жасаған қызымды. Залда мына жерде бізді төсек, мен жатып көз төсек болатын мына жерде. Асқармен сосын мен екінші балам жататын, осы төсектерде болған екен. Сосын мына қызымның бөлмесі болды. Қазір мебельдері жоқ, осы жерде мебельдер болған, мына жерде диваны, мына жерде шкафы болған. Осы диванда жатқызып жасаған, күйеумен бірге жататын бөлмеміз. Осы жерде мен ас үйде тамақ пісіріп жатқан кезде мен жолдасымды қызыммен бірге осы жерде құшақтап жатқанын көріп қалдым. Көріп қалған кезде не болды деп не қылған кезде, ол айтты, әшейін Каусарды бүгін жақсы көріп жүрдім, құшақтап жатырмын бүгін деп не қылды маған. Сосын кете бер бар, тамағыңды істей бер деп мені шығарып жіберді. Сосын енді қызымның айтуы бойынша осы жерде де көп мен жоқ кезде, мен жұмыста кезде осы жерге жиі шақырып болатын болған. Қызыңызды құшақтап жатқанының куәгері болдыңыз, иә? Көп мен. Сол кезде күдіктенбедіңіз бе? Сосын не болды деп едім, сосын бүгін қызым жақсы көріп жатырмын деді. Мен неге жақсы көріп қалсың? Бүгін айтқанын тыңдады, бүгін бес алып келді деді. Сен бар тамағын істе, бар пісіре тамағыңды деді. Сосын ойымда түк жоқ, арама ойламаппын даже.
қызына жақын болсыншы деп не қылдым да, енді бір-біріне жақын болсын, әке мен қыз болып деп. Жақсы. Ортақ қанша балаларыңыз бар? Ол кісіден екеу. 2 бала. Екеуі де ұл ма? Жоқ, бір ұл бір қыз. 10 жасар қызды зорлады деп күдікке ілінген азамат 1985 жылы 4 қазанда дүниеге келген. Асқар 5 мәрте шаңырақ көтерген. Оның 2-і заңды тіркелсе, 3-і азаматтық неке. Мен ойлаймын, что Мадина анасы білген, что происходит, потому что ол мүмкін емес. Қан шығады, например, кір жуған кезде көрмей ма? Мен вообще ойламадым, что біздің ауылда осындай не. Менің өгей әкем бірінші менің бөлмемде бастады тесік. Соңмен маманың бөлмесінде залда, қорада, машинасында, заброшкаларда. Мама айтсам, ол деген маған бақырайып қарайды. Содан кейін қорқытым, маманы да ұрады. Мені массаж жасатуға шақырады. Содан зорлық көрсетеді, көрпенің арасында. Мама келіп қалсам, көрпеге құшақтап алады мені. Мама сұрақ қойды, не үшін оны құшақтап жатсың? Ол айтты, мен оны жақсы көріп қалдым, ол бүгін сабақтан 5 алып деп өтірік айта салды. Мен неге оған қарсылық көрсетсем, маманы ұрады, мені далаға шығарып ұрады, мама сияқты, бетімнен, бет аузымнан. Солай ұрған кездері болды ма далада? Мен суды толтырып атқанда, суды абайсыздан жерге төгіп алған кезде, жұлқылап тұрып, қылқындырып тұрып, бетімнен ұрған мама сияқты.